Mağan bir dalil әкеп беріңізші Алла аспанда екеніне. Bir, мен сізге мойындаймын сөзіңді. Сразу же мойындаймын. Bir dalil әкеп беріңізші. 3 dalil, 6 hadis әкеп бердім. 3 аят, 6 hadis әкеп бердім. Мен сізге айтайын сіздің әкелген дәлеліңізді. Аминту мән фис сама, иә? Сіздер аспандағыдан амандықтамын деп ойлайсыңдар ма деген сөз ғой. Енді ереке қара. Алла Тағала осы жерде айтты ма? Ей құлдарым, сеніңдер, мен аспандамын деп айтып тұр ма? Айтып тұрған жоқ қой. Мен айтамын сіздерге, жуанның бағасы аспанға шарықта кетті деймін. Ол күнделікті әңгіме ғой айтылады, ереке. Ол мәжаз хақиқи мағынасы айтылады. Бұл сөзге қаралу керек. Муштарак, ауал ма, ереке. Сен қазір қара түк білместен құр әңгімен жүргізіп отырсың да, ереке. Алла Тағала ташбих жасамайды. Жумһур ғалымдар сөйтіп айтады. Тек қана салафиттер мен мужасим, мушаббихалар сөйтіп айтады. Карамиттер, кейбір карамиттер айтады сіздердің айтып жүргендеріңізді. Бірақ ереке мен сізге айтып отырмын. Сіз бір дәлел алып келіңізші. Алла Тағала айтты деп, ей құлдарым, мен аспандамын. Bir дәлел, бірақ дәлел. Бол мен мойындаймын. Айтыңызшы. Бар ма? Жоқ па? Мен сізге Мүлк сүресін әкелдім. Ол жерде ереке қараш. Мен естіп айтсам, ей, төбедегі Алладан қорықпайсыңдар ма десем, бұл менің Алла төбеде екенін білдіре ме айтқым келіп тұрған? Ереке? Төбеде? Мен айтсам, төбедегі Алладан қорықпайсыңдар ма десем, бұл Алла төбеде деген мағынаны білдіре ме? Білдірмейді. Аят сізге естіп айтып тұр. Аспандағы Алладан қорықпайсыздар ма? Аспандағыда не? Мүлкі аспанда. Не болмаса көп жағдайда ғалымдарыңыз комментарий шарықша береді. Мен саған шарықты әкеп бере аламын. Ол апат көп жағдайда аспаннан келгеннен кейін. Мүлкі аспанда дегенге қандай дәлел? Айтыңызшы. Мүлкі аспанда деп жатсыз ғой. Қараңыз, мынандай аятты білесіз ба? Ва хуа илахун фил арди ва фис сама деп келе ма? Бар ма сондай аят, ереке? Бар. Осыны қалай аударып бересіз? Енді осы аятты тәпсір ғұламалары оның мүлкі аспанда деп тұр. Осы жерде қара. Енді айтып отыр, Құдай аспанда деп тұр да, бірақ осы жерде сен тұр, мәжаз мағынасы барасында мүлкі дейсің. Неге екеуі бірдей? Уа хуа фи дейді, фил арди, уа фис сама илахун дейді. Мен просто өткеннен бері видеоңды көріп жүрмін да, сен қалай кеп бір-екі арабшаны келтіріп, ереке, бір-екі арабшаны... Бұл қарпайып халықтың алдында, темін деп түсінбейтін халықтың алдында айтысылмайды ол нәрсе. Салафилік ақидасында сенімдісіңдер ма, ереке? Ал салафилік ақида сенімдісіңдер ма? Тұрайық до конца. Тұрыңыздар. Ереке?